Елімізде жыл сайын мыңдаған әйелден жатыр мойны обыры анықталады екен. Оның 600-ден астамы дертіне дауа таппай қайтыс болады. Яғни күн сайын 2 әйел көз жұмады деген сөз. Өте қорқынышты статистика. Сондықтан мамандар вирусқа қарсы екпені міндеттеу керек деп отыр. Бұл адам денсаулығына кері әсері жоқ, тек иммундық жүйе қалыптастыратын препарат дейді. Жатыр мойны обыры елімізде ең көп таралған аурулар тізімінде екінші тұр. Біріншісі омыр аурағы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше бұл дерт адам папиллома вирусының кесірінен өршиді. Кеселмен күресудің жалғыз жолы вакцинация. 135 елдің, оның ішінде Қазақстанда бұл вакцинация ұлттық егін күнтізбесіне енгізілген. 20 жылдан астам Америка құрама штаттарында, дейміз, Европада, Австралияда, сосын тағы да біздің бұрынғы СНГ елдерінің 7 мемлекетінде бәрінде қолданып келе жатыр. Сондықтан да ең осындай бір кері әсер етті деген, оған сондай бір аурулар алып келді деген ол жалпылама сөз деп айтуға болады. Өйткені ешқандай да медицина тұрғысында дәлелдемеген. Көптеген әлемдік зерттеулер АПВ-ға қарсы вакцинация қауіпсіз және тиімділігі жоғары екенін растайды. Сондықтан ақш 9 жастағы қыздарға бұл өкпені міндеттеп қойған. Еуропалық елдерде 15 жасқа дейін салуды жөн санаған, ал біздің мамандар вакцинация үшін 11 жас дұрыс дейді. Растет не только количество. Екпе бұлшықетке енгізіледі. Бұл дренажды лимфа түйіндеріне жылдам жетуін қамтамасыз етеді. Вакциналарда қабынуға қарсы ортаны индукциялайтын, әрі күшті гуморальдық реакцияны белсендіруге және сенімді иммундық жадыны қалыптастыруға көмектесетін адюванттар бар. Айта кетейік, жаппай екпе қазан айында басталады, бірақ жұртты міндеттеп егуге тыйым салынған. Әркім көңіл қалауына байланысты қабылдаса болады. Алтынбек Амит, Сакен Пионер, Жібек жолы.